Әуе кемесінің қону және ұшып көтерілу жылдамдығы әрбір әуе лайнері үшін жеке есептелетін параметрлер болып табылады. Барлық ұшқыштар ұстанатын стандартты мән жоқ, өйткені ұшақтардың салмағы, өлшемдері және аэродинамикалық сипаттамалары әртүрлі. Дегенмен жылдамдықтың мәні маңызды, ал жылдамдықты сақтамау экипаж мен жолаушылар үшін трагедияға айналуы мүмкін. Кез келген авиалайнердің аэродинамикасы қанаттың немесе қанаттың конфигурациясы арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл конфигурация ұсақ бөлшектерді қоспағанда барлық дерлік ұшақтар үшін бірдей. Қанаттың төменгі бөлігі әрқашан тегіс, үстіңгі жағы дөңес. Оның үстіне бұл оған тәуелді емес. Үдеу кезінде қанат астынан өтетін ауа өзінің қасиетін өзгертпейді. Алайда бір мезгілде қанаттың төбесінен өтетін ауа тарылады. Тиісінше жоғарыдан ауа аз өтеді. Бұл ұшақтың қанаттарының астындағы және үстіндегі қысым айырмашылығына келеді. Нәтижесінде қанат үстіндегі қысым азаяды, ал қанат астында ол жоғарылайды. Дәл қысым айырмашылығына байланысты қанатты және қанатпен бірге ұшақтың өзін жоғары итеретін көтеру күші пайда болады. Көтеру күші лайнердің салмағынан асып кеткен сәтте ұшақ жерден көтеріледі. Бұл лайнердің жылдамдығының жоғарылауымен болады. Жылдамдықтың жоғарылауымен көтеру күші де артады. Ұшқыштың қанаттағы клапандарды басқару мүмкіндігі де бар. Егер клапандар түсірілсе, қанат астындағы көтергіш векторды өзгертеді және ұшақ тез биіктікке көтеріледі. Бір қызығы, егер көтеру күші ұшақтың салмағына тең болса, лайнердің тегіс көлденең ұшуы қамтамасыз етіледі. Сонымен көтеру күші ұшақтың жерден қандай жылдамдықпен көтеріліп ұша бастайтынын анықтайды. Лайнердің салмағы, оның аэродинамикалық сипаттамалары, қозғалтқыштардың тарту күші де маңызды рөл атқарады. Жолаушылар ұшағы көтерілу үшін ұшқыш қажетті көтеруді қамтамасыз ететін жылдамдықты әзірлеуі керек. Үдеу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, көтеру күші соғұрлым жоғары болады. Сондықтан жоғары жылдамдықта ұшақ төмен жылдамдықпен қозғалғанға қарағанда жылдамырақ көтеріледі. Дегенмен жылдамдықтың нақты мәні әрбір лайнер үшін оның нақты салмағын, тиеу дәрежесін, ауа райы жағдайын, ұзындығын және тағы басқа ескере отырып жеке есептеледі. Жалпы айтқанда, белгілі жолаушылар лайнері Boeing 737 жылдамдығы 220 км/сағатқа дейін көтерілген кезде жерден көтеріледі. Тағы бір әйгілі және үлкен Boeing 747 жерден салмағы көп, сағатына 270 шақырым жылдамдықпен. Бірақ кішігірім лайнер Як-40 салмағы аз болғандықтан сағатына 180 шақырым жылдамдықпен көтеріле алады. Лайнер ұшу-қону жолағына бірден қонбайды. Ең алдымен лайнердің жылдамдығының төмендеуі, биіктіктің төмендеуі байқалады. Алдымен әуе кемесі шасси дөңгелектермен ұшу-қону жолағына тиеді. Содан кейін ол жерде жоғары жылдамдықпен қозғалады. Содан кейін ғана оның жылдамдығы төмендейді. Жөнмен жанасу сәті әрдайым дерлік кабинадағы сілкініспен бірге жүреді. Бұл жолаушылар арасында алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Бірақ мұның еш жамандығы жоқ. Әуе кемелерінің қону жылдамдығы ұшу жылдамдығынан іс жүзінде сәл ғана баяу. Үлкен Boeing 747 ұшу-қону жолағына жақындаған кезде орташа жылдамдығы сағатына 260 шақырымды құрайды. Бұл жылдамдық ауадағы лайнерде болуы керек. Бірақ тағы да жылдамдықтың меншікті мәні барлық лайнерлер үшін олардың салмағын, жұмыс көлемін, ауа райы жағдайларын ескере отырып жеке есептеледі. Егер ұшақ өте үлкен және ауыр болса, онда қону жылдамдығы жоғарырақ болуы керек. Өйткені қону кезінде қажетті көтергішті ұстау керек. Жанасқаннан кейін және жерде қозғалған кезде ұшқыш шассилер мен ұшақтың қанатындағы клапандардың көмегімен жылдамдығын төмендете алады. Әуе кемесі қону кезіндегі және ұшып көтерілу кезіндегі жылдамдық ұшақтың 10 км биіктікте қозғалу жылдамдығынан айтарлықтай ерекшеленеді. Көбінесе ұшақтар максимумның 80% жылдамдықпен ұшады. Сонымен танымал Airbus A380 ұшағының максималды жылдамдығы 1020 км/сағат. Іс жүзінде круиздік жылдамдықпен ұшу 850-900 км/сағат. Танымал Boeing 747-988 км/сағат жылдамдықпен ұша алады, бірақ шын мәнінде оның жылдамдығы да 850-900 км/сағатына. Көріп отырғаныңыздай, ұшу жылдамдығы ұшақ қонған кездегі жылдамдықтан түбегейлі ерекшеленеді.
Әрине, ұшақтың қону жылдамдығы әрбір әуе лайнері үшін қатаң есептелетін өте маңызды параметр болып табылады. Бірақ барлық ұшақтар ұшатын нақты мәнді атау мүмкін емес. Тіпті бірдей модельдер, мысалы, Boeing 747, әртүрлі жағдайларға байланысты әртүрлі жылдамдықпен көтеріледі және қонады. Жұмыс көлемі, толтырылған жанармай мөлшері, ұзындығы, жабылуы, желдің болуы немесе болмауы және тағы басқа. Енді сіз ұшақтың қону және көтерілу кезіндегі жылдамдығы қандай екенін білесіз. Орташа көрсеткіштерді бәрі біледі. Кейбір адамдар ұшақтарды ешқашан жасамағандықтан ғана ұшпайды. Бұл қауіп-қатерден қорқу, биіктіктен қорқу емес, жай ғана белгісіз нәрсенің алдындағы үрей. Және көпшілігі өздерін қандай ләззаттан айыратынын түсінбейді, өйткені ұшу өте жағымды және қызықты, ең бастысы жылдам. Көптеген жағдайларда бұл дұрыс жерге жетудің жалғыз жолы. Егер осы видеомыз ұнаса, достарыңызбен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Сіздермен әлем арнасы.